Майкадын Ислам Зияткер мектебінің 6-В сынып оқушысы. Көркемдік қолөнер үйірмесінде осындай лайнер макетін жасап шықтым. Негізгі мақсатым лайнер суда және құрлықта жүретінін ойлап шығардым. Лайнер 3 материалдан тұрады: пластик, ПВХ және фанерадан. Және мен осы катерді жасау үшін 2 қозғалтқышты пайдаландым. Бірінші қозғалтқышы суда жүру үшін, ал екінші құрлықта жүру үшін қолданылады. Оның бәрі пультпен жүргізіледі. Қазір мен сіздерге макеттің негізгі жүргенін көрсетемін. Бірінші, гидровакуум арқылы катердің жүретін бөлігін астыға түсіреміз. Ол осылай алдыға және артқа жүргізіледі. Енді құрлықта жүретін біз вакуумды қолданып катерді үстіге көтереміз. Мен осындай оймен келешекте осындай лайнерлер жасай деп ойлаймын. Өйткені ол адамдарға өте қолайлы болады.